Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Бүкіл әлемдердің қожайыны Раббы Суған Құдай Тағала баршамыздың өмірлерімізді берекелі, өзіміз разы болатындай өмір сүруімізді нәсіп еткен болсын. Ғалымдарымыз айтқан екен, адамның жалпы мына өмірге келіп жатқан кезде жүйе бар деп. Ол қалай? Ең бірінші сіздің бабаңыз келеді, атаңыз келеді, одан кейін әкеңіз келеді, сіз келесіз, солай жалғасып кете береді ұрпақ. Бірақ мына өмірден өтіп жатқан кезде сол жүйе бұзылады екен. Атадан бұрын немере кетіп қалуы мүмкін, шешеден бұрын қыз кетіп қалуы мүмкін, әкеден бұрын ұл кетіп қалуы мүмкін. Ешкімге мына өмірде кепілдік жоқ. Сол үшін үлкен ғалымдарымыз айтқандай, адамның қай жаста өмірден өтетінін Алла шешіп қойған. Ешкім онымен таласа алмайды екен. Бір адам 90-да кетеді, бір адам 80-де кетеді, қай бір адам 100-ге жетуі мүмкін. Бірақ сол жасқа дейін қалай өткіземіз, сол бізге еркіндік қылып берілген екен былайша айтқанда. Яғни қай жаста өмірде өтетініңізді Алла шешіп қойған тағдыр. Бірақ сол жасқа дейін қалай жетеміз, оны өзіміз шешеді екенбіз былайша айтқанда. Қалай өткізсеңіз де өзіңіздің еркіндік қылып берілген. Мына өмір амалдың өмірі, шешімнің өмірі емес екен. Бірақ Алланың алдына қашанда барған кезде тек сол амалдарға жауап беретін сәт болады. Енді ол кезде амал болмайды екен. Сол үшін мынау Абай атамыз білесіздер, өте әрбір сөзі өнеге, әрбір сөз адамға тәрбие, әрбір сөз адамның бір жақсылыққа өзгеруіне себеп болатын үлгі былайша айтқанда. Сол бір сөздердің өлеңдерінің біреуінде келеді. Адамзат білерсің, өлместей болып жүрерсің, жағасы жоқ, жеңі жоқ, ақ көйлекті киерсің, үзені жоқ, ері жоқ, ағаш атқа мінерсің, есігі жоқ, төрі жоқ, қара көрге кірерсің деп айтып кеткенде былайша айтқанда. Адамның өмірі қалай? Баршамыз білеміз, бір күн ажалмен қауышатынымыз, ешкім оған таласа алмайды. Бірақ жаңағыдай білмес сияқты жүреді екенбіз да, сөйтіп жүрген кезде жаңағыдай, бірақ бұл деген сөз қабір әлемінде адам баласы түскен кезде де қабір нұрландыратын нәрсе мына өмірде істеген амалдарымыз деген ағайындар. Сол үшін бабаларымыз айтқандай, сүрініп кетпе, сүрініп кетсең болғаны, дей бергін досым, басыма қырсық орнады, адам дегенің қасқағым сәтте сорлауы, аңдамай басып сүрініп кетпеш болған деген екен. Сол айтпақшы, Алла Тағала мына өмірде баршамыз сүріндірмеген болсын, әрбіріміз нығметке бөленгендердің қатарына қосқан болсын. Мақал кітаптарда келеді, аяқпен сүрінсең тұрып кетесің, тілмен сүрінсең құрып кетесің деген сөз бар былайша айтқанда. Сол үшін Алла Тағала баршамыздың сөзі сөйлеп жатқан сөзімізде, хадисте келгендей ауыздарынан шығып жатқан сөз жақсы сөз болсын, Аллаға ұнайтын сөз болсын. Өйткені өздеріңе не ол сөздің пайдасы тиеді, немесе зиян тиеді деген әңгіме бар. Сол үшін айтып жатқан сөзімізге, ойлап жатқан ойымдарымызға бір жүйе жүргізіп, мән беруіміз өте маңызды. Әр адам қандай салада істеп жатқан болса да, сол саланың шариғи мәселесін біліп алу өте маңызды. Мысалы, бір адам саудагер ма, саудада шариғат не деп жатыр? Қалай сауда жасау керек екенін үйретіп кеткен білесіздер. Соған шариғатқа қатысты болған саудадағы үкімдерді біліп алу өте маңызды. Бұл шариғат ілімі өте үлкен бір деңіз. Оның бәрін адам басы қамтып ала алмайды. Бүкіл өмірін жіберіп жүрсе де оны қамтып ала алмайды. Бірақ әр адам өзінің өміріндегі тіршіліктегі араласқандықтан не нәрсемен айналысып жатса, соған нәрсеге қатысты шариғат үкімдерін біліп алсаңыз, иншалла бұл өмірдегі үлкен бір мәртебеңіз болады. Абай атамыз айтқандай, адамзаттың сүй бәрін бауырым деп келеді ғой. Адамзаттың бұның астарында шариғат жатыр. Адамзаттың бәрін сүю бұл адамға деген мейірімдік тартыратын нәрсе екен. Сіз адамзатты сүйсеңіз, елді сүйесіз, қоғамды сүйесіз, адамдарға деген құрметіңіз биік болады. Сол үшін Құдай Тағала сол адамдарға деген құрметі биік болғандардың қатарына қосқан болсын. Мына Құрандағы дәрежесі биік болған, дүние ақиретте бақытты болған қауымдардың қатарына қосып, әрбіріміздің шаңырақтарымызға Алла Тағала аманшылық берген болсын.